Жерден топырақ әкелу қиссасы. Ұлық Алла Жебірейілге жерге барып бір уыс топырақ әкелуге бұйырды. Періште келген кезде топырақтың көңілі босап езіліп тұр екен. Жерді көріп, Жебірейілдің де көңілі босады. Жер, сен неге жылайсың? Деп сұрады. Адам, менің бір бөлшегімнен жаралған соң, олар мен үшін қымбат. Ертең олар бір-бірімен қырқысады, ұрысады, қан төгеді. Соны ойласам, қабырғам қайысып, жаным езіледі, деді. Жебірейіл періште кері қайтады. Ұлық Алла Жебірейілден неге топырақ әкелмегенін сұрады. Жебірейіл, жердің көңілін қимадым, деп жердің қайғысын жеткізеді. Сол сәттен бастап Алланың бұйрығымен Жебірейіл адам мен адамды дос қылатын, уақиды таситын, барлық сүйінші хабарды жеткізуші періште болып сайланды. Топырақ әкелуге екінші қылып Мәкаилді жұмсады. Ол келсе, жер тағы мұңайып жатыр екен. Мәкаил, жер, сен неге мұңаясың деп сұрады. Менен өсіп өнетін адам менің де бір балам емес пе? Олар періште емес, ас ауқатқа мұқтаж, қарындары ашады. Олардың ризық несібесі қалай болады деп уайымдаймын, деді. Мәкаил жерді жұбата алмай, Алланың құзырына қайтып келді. Ұлық Алла Мәкаилдан топырақты неге әкелмегенін сұраған. Мәкаил жердің қайғысын Құдайға жеткізеді. Ұлық Алла сол уақыттан бастап Мәкаилға жер бетіне ризық шашатын періштем бол деп бұйрық етеді. Алла адам ұрпағы ризық несібесін қара жерден еңбек етіп тапсын деген бұйрығын айтады. Үшінші рет топыраққа Ысырапылды жұмсады. Жер Ысырапылға, тәні топырақтан жаралған соң, адам баласы суыққа тоңады, ыстықта қаталайды. Сол кезде олардың жайы не болмақ? Мен осыны ойласам, іші бауырым су болады, деді. Ысырапыл жердің бұл арызында ұлық Аллаға жеткізеді. Алла сол сәттен бастап Ысырапылға бүгіннен бастап жердегі табиғатты түрлендіріп, ауа райын реттеп отыратын періште болуға бұйырды. Ұлық Алла ең соңынан топырақ әкелуге Әзірейілді жұмсады. Әзірейіл өзге періштелерде емес, мінезі қатты екен. Ол жерге келе сала бір уыс топырақты қырнап алды. Жер, әй Әзірейіл, топырақты сұрап алсаң болмай ма? Деді. Періште, ұлық Алланың айтқаны екі болмайды. Алла не бұйырса, сол болуы керек. Ұлық Алла ешқашан жамандыққа бұйырмайды, деді де ұшып кетті. Ұлық Алла Әзірейілдің қаттылығын көріп, бүгіннен бастап адамның жанын алатын періште болатынын бұйырды. Әзірейіл мына сөзді естігенде түрі қуарып сала берді. Алла тағала Әзірейілдің қайғырып тұрғанын көріп, топырақ алуға барғандағы Алла жамандыққа бұйырмайды деген сөздерін есіне салады. Әзірейіл, иә, ұлық Алла, менің солай дегенім рас, бірақ адам ұрпағы әрбір қазадан соң мені қарғайды ғой. Ет жақын бауырынан айрылған жандар мені жек көріп кетеді. Қала берді, олардың арасында сенің сүйікті достарың, пайғамбарларың болады. Олардың жанын, жақындарын қалай аламын? Олардың наласына қалғым келмейді, деді. Ұлық Алла Әзірейілге адамдарға қазаны сан түрлі сылтаумен жіберетіндігін, адамдардың бірі дерттен, енді бірі апаттан опат болатынын,
Олар ажалдарын сол себептерден іздеп, Әзірейілді көрмейді, сөкпейді, және жақсылықты да жамандықты да жаратушы бір өзі екендігін айтты. Сол кезде барып, Әзірейілдің көңілі орнықты. Әзірейіл періште топырақты жерден сұрамай алғандықтан, адамның жанын да сұрамай алатын болды. Ұлық Алла адамның бет әлпетін мекенің топырағынан жаратыпты. Сол себепті иманға ұйыған адамға мекеге бет түзеп құлшылық ету парыз болыпты. Егер бір кісі дәл өзіндей адам баласының бетінен әділетсіз ұратын болса, мекенің топырағы сол адамды қарғайды екен. Адамның бір қолын батыстың, бір қолын шығыстың топырағынан жаратты. Сол себепті де адам баласы қалаған тарапынан ұнатқан бұйымына қол жеткізетін болыпты. Екі аяғын мәңгі бақи тоң қатып жататын солтүстіктің топырағынан жаратыпты. Адам аяғының мықты әрі суық болатыны содан қалыпты. Бағдат пен Шам аймағының топырағынан кіндік пен қарын тұсын жаратады. Сондықтан Бағдат пен Шам аймағы мәдениет пен ілім-білімнің ошағына айналыпты. Адамның кеудесін таудың топырағынан жаратады. Тәкаппарлыққа ұрынғанда көкіректің көтеріліп кететіні содан екен. Арқа балшығын Сахараның шағыл құмынан илегендіктен адамның жонарқасы өте төзімді болыпты. Ал ет жүректі Ұлық Алла ерекше хикметпен жаратады. Жүректі жер бетінің барлық сазынан үлес алып біріктіріп илепті. Ет жүрек рух пен ақылдың, парасат пен қайраттың түпкі мекені болғандықтан, оның ішкі сарайын сайтан кіре алмайтындай өте құпия берік қамал етіп жасапты. Күнәға белшеден батқан пенденің соңғы сәтте де іштен жалбыранып, Алланың рахмына ілігетін мүмкіндігі содан қалыпты. Жүректің ішкі айнасын бауырмалдылық қасиеттермен әшекейлепті. Мейірімді Ұлық Алла адам ұрпағы жер бетіндегі барлық адам баласының бір жүрек, бір тілекте өмір бақи бейбітшілікті аңсаумен өмір сүргенін қалапты. Қаптаған адам ұрпағы бірін-бірі тезірек тану үшін оларды сан түрлі ұлттар мен ұлыстарға бөліпті. Әлемдегі күллі адам баласының қуанышы мен қайғысының, қасірет пен берекетінің ұқсастығы содан екен. Топырақ келген соң Ұлық Алла Жебірейіл періштені мейірімділік пен қайырымдылық және махаббаттың желінен самал әкелуге, Ысырапыл періштені пәк рахметінің бұлағынан су әкелуге, Мәкаил періштені оттан жалын әкелуге жұмсады. Осылайша Ұлық Алла адамды топырақтан жасарда тағы 3 затты қосыпты. Оның бірі жел, бірі су, бірі от болыпты. Оттан нәпсі жаралыпты. Сондықтан нәпсінің сипаты от сияқты жан-жағын жалмап тұрады. Адамды ашу қысқанда екі бетінің өртеніп кете жаздайтыны соның нышан екен. Ашу буған адамға суық сумен дәрет ал деп кеңес беру содан қалыпты. Ұлық Алла адамның денесіне нәпсі шоғының әлсіз жалынын ғана дарытып, адам баласы үшін нәпсі отының пайдасы жоқ екендігін, ол тек адамға зиян беретіндігін, бұдан бақыт табудың жалғыз ғана жолы бар. Адам ұрпағы бақталастыққа салынып, нәпсі шоғын үрлемесін. Өзінде бармен көз көріп, өзгеден артық бола алмайды. Пайда емес, ар ойлағандар ғана қатарынан озық шығады. Баянсызға құл болып, жалған намыс жыртқан сайын нәпсі шоғын қоздыра түседі. Кімде-кім
Қупаниде нәпс отының лаулап жануына ерік берсе, өзі де тозақ отына түсетінін, парасатты пенделері өле-өлгенше нәпсі отын маздатып қана ұстасын, сонда ғана қорлықтан құтылатындығын айтты. Топыраққа қосылған судан Алла көңілді жаратыпты. Адамның көңілі босағанда жылайтыны, іші бауыры су болатыны содан екен. Ұлық Алла адам көңілін мөп-мөлдір пейіштің суынан жаратыпты. Көңілін кіршіз ұстаған тақуалар Алланың назарында болып, көңіл айнасын былғап алғандар екі дүниеде де қор болады екен. Көңілі таза пенделері жұмақтың бұлағына жуындырылады. Алла адам жанын желден жасапты. Жан шіркіннің қайнаған тіршілікте бірде жігерленіп, енді бірде жүні жығылатыны осыдан екен. Тән жасайтын балшықты елеген кезде 40 жыл қайғы жаңбырымен, 1 жыл шаттық суымен суарады. Тіршілікте қуанышты сәттің аз болып, қайғылы кездің көп болатыны да содан екен. Ұлық Алла шаттық жаңбырын екінші рет жаудырғандықтан, адам баласы қандай да бір қайғыдан соң артынша шаттыққа кенелетін болыпты. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.